Hey, assalomu alaykum dostlar. Sендермен бірге Тұрар Майнкрафт арнасы. Және бұл бізде екінші влогымыз. Арнамыздағы влог деген 2 ай шыққан жоқ. Бүгін мен қасымда Нони. Короче, мен бүгін бір күнді көрсететін болам. Бүгін біз тенниске барамыз, анау-мынау, короче, әртүрлі жерлерге барамыз и соны түсіретін болам. Короче, достар, влог деген өте қызықты болады. Так что давайте лайктарыңды басыңдар, арнаға жазылыңдар, және де комментарийларыңды жазып кетіңдер. Болды, бастаймыз. Нони, қазір біздің составымызға кім қосылады? Тимомар қосылады. Білетін шығарсыңдар Тимур кім екенін? Бакса қосылады сосын. Бакса? Иә. Айтпақшы бүгін Бакса да келеді, Анаконда ше. Сендер барлықтарын білетін шығарсыңдар. И Тимурды да білетін шығарсыңдар. Тимур бізде певец. Нонидің да видеоларына түскен. Жеге, бізге Тимур қосылып жатыр. Аша алмай тұр, базар болып. Что там, Тима? Иди отсюда. Достар, бізге Тимур қосылды. Чух потерял, что ли? Болды, мен енді радио және тұрам ол жерден. Вот бізде Тима. Барлықтарын білетін шығарсыңдар Тимурды. Бұл бізде мега звезда Қазақстанда. Всем привет! Достар, біз жаңа ботанический садта болдық. Сол жерде мен волейбол ойнадым. И мен оны видеоға түсірген жоқпын, өйткені GoPro машинаның ішінде қалып кетті. И біз қазір тағы да бір адамды қосайын деп жатырмыз өзіміздің составымызға. Ол Бакса. Мен видеоның басында айтып кетіп едім, бізге Бакса қосылады. Сендер барлықтарын білетін шығарсыңдар. Ол Анаконда бізде. Біз сол Бакса жұмыс істейтін жердеміз. И қазір Бакса шығады. Соны алып тенниске баратын боламыз. И мен сол жерде уже настольный теннисті көрсететін болам. Так, достар, біздің составымызға Бакса қосылды. Как ты? Бакса. Нормально. Анаконда, легенда келді ғой, легенда. Салим алейкум дер. Қазір енді барып теннис ойнаймыз. Иә, жіберейік. Тұрарды көресіңдер қалай шашылып қалады. Так, достар, болды, біз Нони екеуміз келіп қалдық. Нони, біз қай жерге келдік? Қыздарға келдік біз. Тенниске келдік, Тенниске келдік, достар. Біз настольный тенниске келдік. 100 жыл ошаға келдік, әйтеуір жолды таба алмай, там қиналып, әйтеуір келдік қой. Қазір мен сендерге ішін көрсететін болам. Так, достар, болды, біз келдік. Міне даска, осы жерде ойнайтын боламыз. Бізде Нони, Тимур, Бакса дегендер профессионал енді. Хей-йоу! Не, Бакса мына жерде. Айрам, любой айрам. Қазақстанда настольный теннистен любой айрам. Иә, қазір көретін боламыз. Мен сізге түсіріп тұрам, қалай ойнайды екендерін. Ой, Нони, дым ойнау. Менен тұлқа жүрген адам ғой, постоянно. Все, қазір достар, біз көретін боламыз. Өте қызық болады. Так что давайте лайктарымды басыңдар. Так, болды бізде. Нони мен Тима ойнап отыр. Сумен ашып көрсетейік па? Иә, мына бізде разминка. Разминкаға арадым. Уйди. Ойбай! Осы жерін қосамыз видеоға. Мәссаған. Сюда обязательно кіреді енді. Иә. Ананы оралмау енді ема. О, 4 очко. Нормально өстіп үйренесің, Тұрар, давай. Ойна. Прикиньте, жетіп. Давай. Тұрар, бірде келеді, достар. Базар жоқ.
Жетіп ал тағы да, тұрар, давай. Тоғыз, ебана. Ема, бір-ақ очко. Ема, базар жоқ. Больше меньше. Мен. Болды ғой. Онда 10 ба? 11, 11 болды ғой. А, ровно ма? Мен больше, сен бастайсың. А, 2-2 де ойнап атсыңдар мынандай. Мала болды. Ровно қайдың. Неше? Ровно ма? Не деген мощный бой кетіп отыр. Қырғын қана ма? Мә, қайтара алмай қалған ғой. Тиді ма, есептелмей ма? Есептелмейді. Мәссаған. Короче, үшеуінде круг жасадым, однократный чемпион. Мен чемпион. Қытайдың азаматтары жатсыңдар ғой, я. Иә. Так, болды бізде Джиги на счет ойнап отыр. Тимур мен Нони. Қандай счет? 6-5. 6-5. Так, давайте көреміз кім ұтады екен. Баста. Баста. Не деген нөлде 8 соңғы подача менікі алмайтындай. Уйби. Нони ұтты бізде. Не, жібереді. Мәссаған достар, шаршадық қой. Теннис ойнаймыз деп конкретно шаршадық. Қазір үйге қайтып бара жатырмыз. Қараңдар көше, қап-қараңғы. Мына жерде Нони отыр за рулем, как всегда. Пешера от шаршаған. Қарнымыз аш, шаршағанбыз, короче, никакой болып бара жатырмыз қой үйге. Өте қызық болды ана ойын. Енді сендер моменттерін көрген шығарсыңдар, ана теннис ойнаған. Өте прям қызық болды. 2-2 ойнаған кезінде вообще қатып ана жерде. Мен ана әр удардан кейін аяғымды көтерем да, ана Нұрланға аниме деп, короче, күлдіртіп адамды. Өте қызық болды. Қазір бізде резкий перемещение болады. Мен уже үй жақта боламын. Так болды достар, қазір үйге кірейін деп жатырмыз. Осындай біздің күніміз болды, бір күн. Прям енді спортпен айналысып та қалдық, әртүрлі заттарды істедік, туда-сюда жүрдік. Өте қызықты болды деп ойлаймын сендер үшін. Так что давайте сендер қазір лайктарыңды басыңдар, арнаға тіркеліңдер, және де комментарияларыңды жазыңдар. Сендер үшін мен осындай влогты түсірдім бір күнімді. Мен ойлаймын сендерге ұнады деп. Бүгін мен қасымда Нони Кизет болған. Давайте, достар, лайк басамыз. Кім лайк баспайды, сол инелік стрекоза. Все, давайте, достар, біз шаршадық. Все, қазір барып ұйықтаймыз. Бәріне пока.